Баршаңызға сәлем. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен осындай дәмді, жұп-жұмсақ болып шығатын панкейки дайындаймыз. Бізге қажетті заттар: жұмыртқа, қант, сүт, сұйық май, қопсытқыш және де ұн. Таза ыдысымызға жұмыртқамызды жарып салып, үстіне қантымызды салып, венчиктің немесе миксердің көмегімен жақсылап араластырамыз. Қантымыз толықтай еріп, әппақ масса болғанша шамамен 5 минуттай араластырамыз. Ары қарай үстіне жылы сүтімізді құйып, тағы да біріккенше араластырып аламыз. Массамызды дайындап жатқанда табаларыңызды алдын ала қыздырып алыңыздар. Ары қарай үстіне 2 ас қасық сұйық майымызды қосып, тағы да араластырамыз. Ұнымызды бірнеше бөліктерге бөліп, 53-тен өткізіп қосатын боламыз. Ары қарай үстіне 1 шай қасық қопсытқышымызды салып, оны да 53-тен өткізіп жібереміз онымен бірге. Және тағы да жақсылап араластырамыз. Арасында іртік қалып қалмайтындай жақсылап біркелкі болғанша араластырамыз. Осындай сұйық масса болып шығады. Және қызып тұрған табаға астына сұйық май жақпай, осылай 1 ас қасықтан шамамен құйып шығамыз. Панкейктің бетінде нүктелер пайда болғанда екінші шетіне аударамыз. Екінші шеті бірінші шетіне қарағанда тезірек піседі. Менде шамамен 25-30 панкейк шықты. Видеом ұнаса, каналыма тіркеліп, лайк басып, пікір қалдырып кетіңіздер. Келесі кездескенше сау болыңыздар.